Ассалаумағалейкум. Эфирде неге қоғамдық саяси ток-шоуы. Екпе алдың ба, екпе салдырдың ба? Қазір екінің бірінің аузындағы әңгіме осындай. Елде дельта штаммы анықталғаннан кейін вакцинаның маңыздылығы да арта түсті. Ал осы Қазақстанда салынып жатқан вакциналар дәл осы үнді штаммынан қаншалықты қорғайды? Дельта штаммының қаупі қандай? Бүгінгі біздің тақырыбымыз осындай. Студия қонақтармен таныстырып өтейін. Жоғары санаттағы нейрохирург Мыңжылқы Бердіғожаев. Денсаулық сақтау магистрі, қоғамдық денсаулық сақтау ұлттық орталығы филиалы санитарлық эпидемиологиялық сараптама және мониторинг ғылыми практикалық орталығы директорының орынбасары Манар Смағұл. Біздің тұрақты қонағымызға айналып бара жатырсыз. Және Изатима Жекенова атындағы жұқпалы аурулар ауруханасының аға дәрігері, фтизиохирург, пульмонолог, инфекционист Абзал Малбасқанов. Алматы қаласының санитариялық эпидемиологиялық бақылау департаменті басшысының орынбасары Әсел Қалықова. Алдымен дельта штаммы деген не? Бұның қаупі қандай? Несімен қауіпті, Абзал мырза? Енді мына вирустың өңезі өзгергенмен, сырт келбеті өзгергенмен өңезі өзгермейді. Бұның сыртында жаңағы тәж дейміз ғой. Тәж дегеніміз осы мына сыртындағы антигендер. Сол антигеннің жаңағы мутацияға ұшырауы. Бұл антигеннің қызметі қандай? Бұл вирустың ағзаға кірген кезде өзіміздің қанымызда сақшыларымыз болады, бізді қорғап тұратын. Сол сақшылардың ішіне кіріп кететін кілті. Сол кірген соң ішінде көбейеді. Бұл антигеннің емін тауып... Қарапайым тілде қазақи, әбден жатық тілде өте жақсы сөйлейді екенсіз. Бір ауызекі тілде айтып беріңізші, міне мынандай деген сияқты. Түсінікті қылып. Әйтпесе біз енді өздеріңіз білесіздер, осыған дейін антиген дейміз, анау дейміз, мынау дейміз, бірақ қарапайым халық түсінбейді көп жағдайда. Бір ғана жай мысалмен айтып бере аламыз ба? Дельта штамм деген не нәрсе ол? Бұл жаңағы вирустың өзінің белогы болады ғой. Ақуызы. Иә. Сол ақуыздың бұның сыртында антиген деп аталады ғой. Сол ағзаның ішіне кіріп кеткенде арнайы бір клеткалар болады, жасушалар. Соның ішіне кіріп көбейеді. Бұл биолог сол жасушаның ішіне кіретін кілт. Сол кілттің мутацияға ұшырауы ғой. Сол мына бізде ағзамызда жаңағы антиденелер пайда болады. Сол кілтпенен кіріп кетпес үшін қорғап тұрады. Мутацияға ұшыраған кезде бұл ағзада жиі кіріп кеткен соң жасушаның ішінде жиі түрде көбейеді. Мөлшері бойынша. Сосын қай жердің жасушаларына кіргеніне байланысты соған сәйкес өзгерістер пайда болады ағзада, клиникалық көріністер. Сол себептен бізде алдындағы коронавирустың 2020-дағы аурудың симптомдары ғой, клиникалық симптомдары, ауру белгілері, иә, ауру белгілері. Соған байланысты өзгереді. Мысалға, коронавирусты біз жалғыз ғана өкпенің ауруы деп қарамауымыз керек. Бұл жүйелі ауру. Бұл жаңа қан тамыр жүйесінің ауруына алып келеді. Егер де бұл ағзамызға түскен соң жиі түрде көп мөлшерде көбейетін болса, бұрында ұзақ мерзімде жүретін дүниелер асқынудың тез мөлшерде жүріп кетіп, қанның үйіп қалуына әкеліп жатады. Сол себептен мысалы дельта штаммының қауіптілігі де осы да. Симптомдарын қарайтын болсаңыз, іштің өтуі, жаңағы аяқтың төмен аяқ қолдарымызда жаңағы қанның ұйытқыларының пайда болуы дейді. Бұрында да ол болатындығын. Қазіргі кезде бұл еселеп жоғарылап кетті. Себебі бұның жаңағы инкубациялық кезеңі қысқарады. Құлақ қалады дейді ғой. Құлақ естімей қалады дейді. Рас па? Жаңа штамм қалай айырмашылық болады деген, егер жай қарапайым кісіге мысал келтіретін болсақ, қазір Абзал сұр костюм киіп тұр. Егер шығып қара костюм киіп кірсе, ол сол Абзал болып қалады. Бірақ сыртындағы костюм қара болады. Иә. Соны дельта штамм дейміз. Енді дельта штамм жаңа айтып тұрған айырмашылығы, егер бұрын тек қана негізден өкпе зақымдалып жатса, іші кеткен балдарда болды, басында ауырып жатқан кезде, бірақ қазіргі айырмашылығы ол есту қабілетіне әсер етіп жатыр дейді. Аяқта үлкен тромбтар түзіліп жатыр дейді. Сол дельта штаммның айырмашылығы. Ол бір жағы. Екінші жағы, дельта штамм алдындағы ухандық коронавирусқа қарағанда бірнеше есе тез жұғады дейді. Егер адам қасыңыздан, ауырған адам қасыңыздан өтіп кетсе, ол штамм жұғып кетуі мүмкін дейді. Бұрын шамамен 15 минут сіз бір бөлмеде болу керек едіңіз. Далада жүрсеңіз де жұғып кете ме? Әрине. Егер қасыңыздан өтіп кетсе, жөтелсе, сол ауырған адам қасында болса, жұғуы мүмкін. Да, жұғуы мүмкін. Онда бетперде, маска киюдің қажеті қандай?
Қорғай ма? Сол үшін кию керек қой. кию керек. Далада да кию керек қой онда тіпті. Мысалға, былай айтатын болсақ, вирустық жүктеме деген болады да. Бір адам, маска кимеген адам, ауырып тұрған адамнан сөйлесіп тұрған кезде 100 вирусты жұқтырып алуы мүмкін. Ал маска киген адам 10 шақтысын ғана жұқтырып алуы мүмкін. Ағза қайсысымен тез жеңіп шығады деген сұрақ осындайда туындайды. Кеше мына үнді штамы дегеннен кейін Үндістандық денсаулық сақтау министрлігі буырқанып мінез көрсетіп жатыр ғой. Үнді штамы деп айтпаңдар деп. Бірақ енді Британ штамы шықты, Африка штамы шықты, ешкім ештеңке деген жоқ. Енді костюмнің сырты ауысты деп айттық. Осы костюмге, сырты ауысқан киімге, мысалға сырты ауысқан, түрі ауысқан вирусқа біздегі елдегі вакциналар қаншалықты әсер етеді? Бір мықты мақала болды кеше, коммунарка деген аурухана бар ғой Мәскеуде. Сол жерде ИВЛ аппараттарында, жалпы ауруханада жатқан науқастардың арасында үнді штамы бар барлығында, және ол науқастардың барлығы вакцина алмаған. Ол дегеніміз, қазіргі күнде вакцина алған адам жеңіл түрімен ауырады. Сол ауыру мүмкін. Вакцина 100% ауырмайсың деп айтпайды. Вакцина жұқтырған адам, жалпы мына тарихтан қарайтын болсақ, ол натуральный оспа деген ауру болған, шешек дейміз ғой, шешек ауру. Сол кезінде вакцина салдырған балдардың түрін көрсетеді. Тарихта бар оның барлығы. Вакцина салдырмаған бала түрінің барлығы бөртпе басып кеткен. Және вакцина салдырған бала бетінде бірнеше ғана бөртпесі бар. Вакцина дегеніміз сол. Бізді өкпеміз 90%, 100% коронавируспен зақымдалудан сақтайтын ол дәрілік зат, препарат. Ол ағзаңызды ақпараттандырып қоятын дүние ғой. Ал енді осыдан мына жаңағы менің сұрағым мынандай ғой, бізде 4 вакцина алып жатырмыз. Біріншісі Спутник V, Коронавак, Хаятвак, өзіміздің Казвак. Қазірге ресми алып жатқан 4 түрлі вакцина. Енді Казвак жетпей жатыр, тоқтап қалды. Бір жақта бар дейді, бір жақта жоқ дейді. Қайсына сенетінімізді білмейміз. Менің айтпағым осы, елдің ішінде мынандай әңгіме бар, оны сіздер де жақсы білесіздер. Бізде салынып жатқан вакциналар үнді штамнан қорғай алмайды деген. Сіз дәл осы аурудың ошағында қаншама ауырып жатқан сырқаттармен күнде жолығып жүрсіз ғой. Сізден басқа осы артық айтатын осы жерде жеткізе алатын адам жоқ сияқты. Айтыңызшы. Мына қарасаңыз, жаңағы менің сөзімді Мыңжылқы айтып кетті ғой. Костюм ауысқанмен, бірақ сол абзал болып қалады деп. Бұл вирустың сыртқы келбеті ауысқанмен өңесі ауыспайды. Бұл геномы. Бірде әсер ете береді ол вакцина. Иә, бұның генетикасына әсер етеді ғой. Бізде сол вакцинаны енгізгенде ағзамыз соның генетикалық аппаратынан ақпараттандырылады ғой. Сонда біздің ағзамызға қандай түрде келсе де, үнді болсын, британдық түрде келсе де, оның өңесі өзгермейді. Сол себептен вакцина әсер етеді. Рахмет Абзал мырза. Қымбатты көрермен, яғни енді өздеріңізге түсінікті болған шығар, қарапайым тілде жеткізуге тырыстық. Вакцинаның жаңағы штамдардың түрлері, аттары ауысқанымен, бұл баяғы сол вирус, баяғы коронавирус, өзіміздің қазіргі алып жатқан вакциналарды сол аурудың алдын алуға 90%, 86%, 96% кепілдік береді. Вакцинаны алған адам, Спутник V-де мысалға 1 миллионның 2 адамы қайтыс болған екен. AstraZeneca'да 1 миллионның 6-8 адамы мысалға. Енді әртүрлі статистика бар. Бізде біздің Казвакқа қатысты, қазір алып жатқан Коронавакқа, Хаятвакқа қатысты осындай статистикалар бар ма? Мына біздегі алып жатқан вакциналардың, енді мына Спутник V бұл Ресейден шығарылған дүние болған соң, оның мәліметтерін біз жаңағы интернеттен алсақ болады, немесе жаңағы сұраныс арқылы ашық көрсетіліп тұр. Ал Казвакқа келетін болсақ, бізде де өзінің кезең-кезеңмен, фазасымен жасады ғой, осы дүниені зерттеуді. Үшінші кезеңі осы адамдарға жүргізілді. Осы Казвакты жасаған кезде барлық адамдар тексеріп отыр. Бұндай жағдай болған жоқ. Сол себептен осы алған мәліметтердің бәрін қазіргі таңда денсаулық сақтау ұйымына жіберіп жатыр. Біздегі жүргізілген зерттеулерді негізде ол жақта тағы да тексереді. Біз өтірік айтып отырық па, шын айтып отырмыз ба дегендей. Және де осы жерде вакцинаның әсерлі жоқ бізде. Өлім тіркелген жоқ. Көз тимесін. Иә, өзіңіз айтып кеттіңіз, Казвак жетіспей жатыр дедіңіз. Хаятвак пен Коронавакташы? Ол да мысалға Хаятвакспен жаңағы Коронавакта бұл жаңағы Қытайдың инактивтендірілген түрінде жасалған вакцина. Бұл бүгінгі таңда зерттеулер нәтижесін өткізіліп, денсаулық сақтау ұйымынан өзінің қорытындысын алған вакциналар. Басқа арнаға ауыспаңыздар. Біз сәлден кейін ораламыз. Вакцина алушылардың қорқатыны, бірден бір қорқатыны 1 миллион жағдайда 2 өлім тіркелді деген бұл енді жоқтың қасы ғой, мысалға ол азаматтың өлімі де келіп тұруы мүмкін. Мыңжылқы мырза, айтыңызшы.
Бұл осы өлімнен қорқатындарға не айтасыз, мысалы, вакцина алып өліп қалуы мүмкін дегендерге? Енді жағдай былай ғой, кеше Нұр-Сұлтан қаласында Мегада 5000 адамға вакцина салдырыпты. 5000 адам ішінде вакцина салдырып жатып өліп қалды деген мен хабар естіген жоқпын. Егер коронавируспен ауырып қалатын болса, оның бір адамы міндетті түрде, кейде 2 адамы қайтыс болып жатыр. Ол дегеніміз 5000 адам ауыратын болса, оның ішінде шамамен 500 емес, енді 50 қайтыс болады. 500 ИВЛ-да точно жатыр. 500 ИВЛ-да жатыр. Вакцина алмаса, Жаңағы 5000 адам бір жерге топтаса, ішінде бір 500 ауырғаны бар дейікші, сол 5000-нің кем дегенде 50 адамы өлім аппаратта жататын еді дейсіз ғой, егер вакцина болмағанда. Енді жалпы Қазақстанда алатын болсақ, қазіргі таңда 4 миллионнан астам адам вакцина алдырды. Енді біз миллиард вакцина алдырған Қытайды мысалға келтірмей қояйық. 4 миллион адамның ішінде, егер Қазақстанда 4 миллион адам қанша уақыт алды? 4 айда алды ғой. 4 айда. Шамамен марттан бастап. Ақпаннан бастап алды ғой. Ақпан, наурыз, сәуір, мамыр, 5 айда. Америка құрама штаттарында күнде 4 миллион адам алып жатыр. Енді ол адам санына да байланысты шығар, ерғана өткен себебі, егер біз бірінші компонентін алсақ, бірінші компонентті бүгінгі күнде 2 миллион 800 адамдар бүгінгі күнге да, содан астам адам алынды, ал екінші компонентті алған адамдар әлі 2 миллионға біз жеткен жоқпыз, да, 1 миллион 700-ден астам алды дейік Қазақстан бойынша. Ал егер енді мысалы былай үлес салмағына қарасақ, біз Ресеймен салыстырсақ, Қазақстан жалпы жаман деңгейде емес. Өйткені егер Қазақстанда бүгінгі күні бірінші компонентін алған, ол 14%, халық саны 14%-дай болса, где-то 10%-дай ол екінші компонентін алған. Сол Ресейде бірінші компонентін алған саны, ол да 14%. Ал сізде адамға, ол жерде 145 миллион адам болса, бізде 18 миллион. Біз бұған қазір ораламыз. Ресейге қатысты үлкен тақырыбымыз бар. Мысалға, енді былтыр өздеріңіз білесіздер, наурызда індет қалай келді, бір айда өтпей халық жаңағы аурухана толып кетті. Биылда тура сондай жағдай болды. Міне, британдық африкалық штамм қалай келді, біз тағы да ауруханаға толып, ел үрейге ұшырады. Енді мынау үнді штамм келіп жатыр. Қандай болжамдар бар? Не болуы мүмкін? Бұлай айтып кетейін сізге, жаңа сіз айтып кеттіңіз ғой. 2020 жылы бұл ауру жаңадан шыққан ауру болған соң бізде коллапс болды. Денсаулық сақтау жүйесінде. Ол барлығымызға да қатысты болды. Бұл жалғыз дәрігерлер. Сандырақтап болдық қой, сасқалақтап. Бірақ ауыз күйген үріп шет дейді ғой. Мына осы британдық штамм неге келген кезде, былтыр бізде барлық ауруханаларда кислород жүргізді, станциялар орнатылды, дәрілердің бәрін жаңағы стабилизационный фонд дегендей дәрілердің бәрін қор жинап қойды. Сол себептен осы толқын киген кезде былтыр 2020 жылы пиктің кезінде күніне 300-350 адамға дейін шықты. Сол кезде бізде ауруханаға орын жетпей қалды. Ал биылғы мына британдық штамм мен южно африкалық штамм келген кезде бізде пиктеу жаңа шарықтау саны 717-ге дейін жетті тәулігіне, бір тәулікте. Сонда қарап отырсаңыз, ел бойынша ма, қала бойынша ма? Алматы қаласы бойынша айтып отырмын. Сонда қарап отырсаңыз, былтыр 350 адам болған кезде біз ауруханалар лық толып көмектесе алмай қалсақ, күш жетпей, коллапс болып, ал биыл 717 болған кезде біз барлығына бірдей көмек көрсетілді. Сіздің айтпағыңыз сонда биылғы жағдай былтырғыдан да қорқынышты болған ғой негізі? Негізі қорқынышты болды, бірақ біз дайындалып алдық. Дайын болдыңыз? Иә. Енді былтыр біз онша көп білмедік қой бұл жайлы ақпаратты. Бұл аурудың қалай кіріп, қалай ағзада қандай туғызатынын, немен емдейтінін, қалай емдейтінін білген жоқпыз. Енді мына айтып отырық қой. Мына үнді штаммы келе жатыр. Біз де бұған сақадай саймыз. Біз былайша айтқанда қазіргі қай жүйе болса да шынығып алды. Ал енді вакцинаға келетін болсақ, біз әрқашанда денсаулық сақтау жүйесін сынаққа ала бермей, адамдардың бәрі өзінің еріктілігін білдіріп, әлеуметтік жауапкершілігін тудырып, вакцина екпе салдыратын болса, бұндай жағдайға қайтып оралмаймыз. Ол бірінші дүние. Екіншіден жаңағы не үшін жаңағы сұрақ қойдыңыз ғой, вакцина салдырмай жатыр көбісі деп. Бұл жерде ұлттық сана мен ұлттық рухты келтіруге болады. Жаңа Мыңжалқы айтып кеткендей, Қытайды айтпай қояйық, Израильді айтпай қояйық деп. Біздің елімізде, халқымызда әрқашанда ұлттық сана деген жоғары болған. Неге десеңіз, бірден бір мысал, Абайдың несін оқып отырсаңыз да, бұрынғы тарихты шығармада оқитын болсақ та, бір ауылға бір індет келсе, оба ауру болады, немесе тағы да басқа да инфекциялық аурулар болатын болса, киіз үйлер болады ғой, енді 20-25, 50 шақты жаңағы киіз үйге дейін. Сол ауырып жатқан үйге төбесіне қара ту тігіп қоятын болған.
солай емес пе? Басқа сырттан келе жатқан адам сол ауылға кірмесін, ауырып қалмасын деген. Міне ұлттық сана, ұлттық рух деген. Біздің кесіріміз басқа біреуге тимесін деген дүние. Ал енді екпе салдыруға қарсы адамдар, бұлар өз қара басын ойлап, басқасын ешкімді ойлап жатқан жоқ. Оның бірден бір көрші айтып кетті ғой, жаңағы мегада салдырып жатыр. Бір жаңағы сыйлықтарға байланысты екпе саламыз десе барлығы барады. Сонда қорқыныш па, әлде бұл жеке бастың қара ойы ғана ма? Жоқ, сіз енді жаңағы екпе салатындар өздерінің жеке басын емес, олардың айтқанына қарайтын болсақ, мысалға елімізге танымал журналистер де бар, әншілер де бар, ақындар да бар. Олар керісінше біздің ұлттың қамын ойлағандай киіп алған ғой. Жарайды, енді қараңызшы. Ұлттың қамын ұлтты қырып жатыр, ұлтқа чип салғай жатыр деп. Міне қараңыз ағасы. Мына жерде тұрған жаңағы денсаулық жүйесінің мамандары да. Біз енді ондай көп шыға бермейміз ғой. Әншілер сияқты, жаңағы блогерлер сияқты. Біз ол кісілердің мына өлеңді қалай айтты, нотасын былай айтты деп оларға сын тақпаймыз ғой. Не себептен ол кісілердің кәсіби мамандығы болмай сын айтады? Бір былайша айтқанда не шығарады деген жаңағы пәтуа шығарады деген ғой. Иә, олай болмайды ғой. Ана әр өзінің саланың маманы бар. Мысалға қасымызда тұрған әріптесімізге қарайтын болсақ, бұл кісінің өзінің жауап беретін, менен жақсы білетін несі бар, халыққа айтары бар. Мен ол кісінің орнына айта алмаймын ол нені. Мысалы, мыңжылқы нейрохирургия саласындағы маман болған соң, мен одан операция мынандай болады деп тағы да айта алмаймын. Солай емес па? Әркімнің өзінің орны болу керек. Әркім аузын бар деп сөйлей бермеу керек та. Сол себептен біздегі мына қоғамда көп нәрсе алмасып кеткен, ұлттық құндылықтар. Сол себептен сөйлеген кезде білімі бар, кәсібі бар, осымен жұмыс істеп жүрген адам сөйлеген дұрыс деп ойлаймын. Әсел ханым, сізге сұрақ. Былтыр коронавирус келген кезде Жандарбек Бекшин мырза ең үлкен дабыл қаққан азаматтардың бірі, енді оны біз жоққа шығара алмаймыз, шекараны жабу керек деді. Шекараны жабайық деді, бірақ оны естіген ешкім болмады ғой. Биыл мына үнді штамы келген кезде халық айтты керісінше, шекараны жабыңдар. Мына үнді штамы, Үндістаннан келетін бір 100 шақты студент кіріп кетті ғой бізге, мына осы 2-3 айдың ішінде 100 шақты студент кіріп кетті. Шекараны жабыңдар, Үндістаннан келетін, Үндістанға кіріп шыққан адамдар Қазақстанға жолатпаңдар деді. Бірақ бұны бізді халықты естіген, елде естіген ешкім болмады. Кім кінәлі үнді штамның Қазақстанға келгеніне? Неге дабыл қақпадыңыздар, шекараны жабу керек деп? Біреуі кінәлі деп бұлай айтуға болмайды. Мен кінәлімін ба, сіз кінәлісіз ба, басқа біреуі кінәлі деп өйтуге болмайды. Потому что мына студенттер өзіңіз айтып тұрсыз кірді деп. Олар оқуға келеді ғой. Онлайн оқып жатыр ғой миллиондаған студент. Енді басқа жұмыстармен. Олар біз кіргізуге Қазақстанға міндетті емеспіз ғой. Сіздер енді былтыр дабыл қаққан кезде биылда қағуға болатын еді ғой, осы студенттер болсын, басқа туристер болсын, соларды елге кіргізбей қоюға. Олар бірден бір Қазақстанға келуінің себебі, бірінші о жақта дәл біздегідей вакцина салынып жатқан жоқ тегін оларға. Мен бір ойымды айтсам. Жалпы қазір ВОЗ дейміз ғой, дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы, мына коронавирустың штамдарын елдің атауымен айтуға тыйым салды. Өйткені сіз айтып отырғандай 100 үнді студентін неге Қазақстанға кіргізді деген мәселе содан болып тұр ғой. Енді неге біз Британиядан келген кісілерді тоқтатпадық, да, британ штамы? Неге біз Бразилиядан келген кісілерді тоқтатпадық? Жалпы алатын болсақ, май айында менің таныстарым өте қатты ауырды Нұр-Сұлтанда. Соның ішінде досымның балдызы құлақ естімей қалды. Енді қазір сараптап отырсам, үнді штамында құлақ естімейтін симптомдар бар. Егер біз жабық мемлекет ретінде болатын болсақ, бізде бір кезеңде қазақ штамы шығады. Одан кейін не істейсіз? Қазақтарды сыртқа шығармай қояды. Оның барлығы енді вирус штамы, Шымкент штамы деген сияқты шығуы мүмкін дейсіз ғой. Вирус әрі қарай береді, оны ешкім тоқтатпайды. Мына қазіргі глобализация заманында, егер біз барлық шекарамызды жауып қоятын болсақ, біз әрі қарай дамый алмаймыз, біз қарызға кіріп кетеміз, сол қарызымызды қайтара алмаймыз. Бұл дүние қазір тек қана шектеліп тұрған нәрсе емес. Біздің күнделікті ішіп отқан тамағымыздың жартысы Қытайдан келеді десек,
оның барлығы анық нәрсе. Қазір расымен де қараңыздаршы, жаһандану заманы, шекараны жауып қоя алмайсың, ауру келіп жатыр. Енді тағы да айналып келген кезде бір ғана жол ең басты негіздемесі бұл, наверное, сұрақтың жұқпалы ауруханалар шекараны білмейді деп айтуға болады, мысалы да. Ол мысалы Үндістанда бұл жаңа мутация болған коронавирус, ол былтырғы жылдың қазан айында пайда болған. Одан кейін мысалы 2-3 айда бұл қазіргі кезде бұл басым, бұл жаңағы дельта штамының басымы Америкалық Құрамалық Штатында, Германияда, Великобританияда анықталып жатыр. Бүгінгі күні ол Россияда бар. Сондық себептен жаңағы Мыңжылқы мырза айтқандай, біз бұл любой вирусты кіргізбеу үшін біз мүлдем бүткіл шекарамызды жауып, ешкімді кіргізбей, ешкімді шығармай отыру керекпіз. Солтүстік Корея сияқты мысалы да. Одан кейін егер де бірде сәтте мысалы бұл шекараны ашқанда, бізде бұл жаңа індеттің бұрқ етпе жағдайы былтырғы биылғыдан да одан да аты өршіп кетеді. Ол ашу үшін біз 100% кепілдені болу керекпіз. Вакцинамыз бар, біздің иммундағымыз даже 80-70% емес, 99% біздің даже баламыз да, ересегіміз де сондықтан ғана ашу керек. Ал індет тек қана денсаулық саласын ғана емес, өзіңіз де айтып отырсыз да, бұл экономика саласында, бұл жаңағы экономикадан басқа мына транспорт саласында да, бұл жаңағы сатушылар неге қазір мына ашыңдар, бізге ашық бағдарламаға біз кіру керекпіз, өйткені ашықпен ғана бұлар жұмыс жасай алынады. Өйткені бұл тек қана денсаулық сақтау саласына ғана сын емес, бұл бүткіл Қазақстанның халқының өзінің жаңағы өмір саласына тиетін салалардың бәріне әсер етеді. Яғни штам пайда болды екен деп өмір тоқтатып тастай алмаймыз. Әрине, дельта штамының өзі екіге бөлінеді екен. Жаңа естіп жатырмыз, дельта плюс, жаңағы дельта. Қалай сонда ол? Бұны қалай ажыратамыз? Бұл да сол бұны бізге енді ақ костюммен келген, ала костюммен біреу қара костюм дедік, біреу енді бұның бізге мысалы қарапайым, екеуінің симптомдары әртүрлі ма, жоқ әлде? Бұл қарапайым адамға бұл дельта ма, жаңағы альфа ма, бета ма, бұның негізі маңыздысы жоқ. Бұның маңыздысы міне біздің саламызға келгенде, біз өйткені бізде күнделікті эпидемиология қадағалау, емдеу жаңағы саласында тікелей жүрген дәрілер арасында күнделікті мониторинг жүргізіп алады. Бұл жерде ең маңыздысы, мысалы бізде жаңағы жабайы штаммыз дейміз ғой, ең бірінші Уханьнан келген. Егер ең бірінші мына індеттің басынан қарасаңыздар, бізде почти 80% адамдар ол симптомы жоқ болды. Аурулардың да. Қазіргі қарасаңыздар, тек 15% адамдарда ғана симптомы жоқ деп айтуға болады. 80% ол симптом. Бұл штамның айырмашылығы. Күнделікті мысалы бізде қадағалау жүргізіп жатқанда, қанша адамын Алматы қаласында 300 адам науқастанды ма коронавируспен? Олардан қаншасы ауыр халде түсті, қаншасы ИВЛ-да жатыр, қаншасы жаңағы өлім жітіммен аяқталды. Сол ең маңыздысы бұл штамдарда ол қаншалықты ауыр жаңағы жұқпаны ауыр түрде өткізуі. Сол себептен бізді мысалы халыққа оны білеу міндетті тек мына көзқарастан. Бұл адамның бірін-біріне жұқтыру қабілеті, бұл дельта штамда мысалы, егер де біз жабайы штамда бұл бір ауырған адам 2 адамға ғана жұқтыртады десе, жаңағы альфа штамы немесе британдық штамы дейміз, бір ауырған адам 3-4 адамға жұқтырады десе, ал дельта штамы бір ауырған адам 7-8 адамға бұл жұқпаны жұқтыру мүмкін. Жұқтырғаннан бұрын, одан кейін ол 7-8 адамның кем дегенде 5-еуі ол жаңағы жан сақтау бөліміне түсіп, оның біреуі өлім жітіммен аяқталуы мүмкін. Міне осы ең маңызды бұның айырмашылықтары бұл штамдардың. Сақтасын деп тілейік. Мынау Абзал мырза сізге ұзақ сөздің кезегін берейін деп тұр. Бізде жаңа бағанадан бері айтып жатырмыз, британдық штам, Бразилия, осы штамдар дейміз. Осыларды емдеу тәсілі әртүрлі ме, жоқ әлде бірдей ме? Енді қазір өзі қалай немен емдеп жатсыздар науқастарды? Былайынша айтқанда 2020 жылы осы вирус келген кезде біз қалай емдейтінімізді білмедік қой. Әркім жаңағы абдырап қалдыңыздар. Палгерлер көбейіп кетті ғой, интернетте де. Содан біз бұл аурудың жаңағы мәліметтерін қазір жаһандану заманы, интернет бар, әлеуметтік дүние жүзіндегі жаңағы кітапханалар бар. Сол жерге кіріп, бұл жерде дәрігерлерде ұлт болмайды, шекара болмайды. Әрқашанда дәрігерлер өз ойымен бөлісіп, бір-бірімен хабар алмасып отырады. Осы хабар алмасудың аясында біз барлығымыз бірігіп бір жүйеге келдік. Сол жүйе арқылы біз бұл аурудың зерттеп, қалай кіретінін, қалай жүретінін, қай ағзаларды құртатынын, соның барлығын білдік десек те болады. 100% болмаса да бір 80-90%-ға дейін біліп қалдық.
иә одан кейін жаңа бұл мутацияға ұшырады бұл вирус, иә бұл елімізге кірді, бірақ негізгі жүйесі өзгерген жоқ. Негізгі жүйесі өзгермегенмен, мына бізде протокол жайлы көп әңгіме болады қоғамда. Ой, немене протоколдарың өзгере береді деп. Ауру өзгерген соң біздің де протоколда соған байланысты өзгеріп отырады. Бұл протокол деген қатып қалған дүние емес, бұл кеңес, бұл бағыт бағдар. Былайша айтқанда қаңқа. Дәл осы тұста қызу әңгімемізді тоқтата тұрып, жарнамаға кезек берейік. Дәрігердің алдына сырқат адам келген кезде, сағанда осы дәрі, сағанда осы дәрі деп үлкенге де жасқа да бірдей ем берілмейді. Оның дәрінің мөлшері бар, жаңағы салмағына байланысты, түр сипатына байланысты, қосымша ауруларына сәйкес. Мысалы, бір адам қант диабетімен келіп түседі, жаңа вирус жұқтырып. Бір адам жаңа жүрек қан тамыр аурусының несімен келеді. Соған байланысты ғой емдеу. Соған байланысты қосымша дәрілер қосылып отырады. Түсінікті, ол қандай штаммен келгеніне байланысты емес, оның өзінің немен, ішінде қандай аурулар бар, созылмалы аурулар бар ма, жүрек ауруы бар ма, қант диабеті бар ма, ішіндегі ауруына байланысты емдеу тәсілдері әртүрлі болады ғой. Солардың барлығын біз зерттеп, өлшеп, соған сәйкес дәрі тағайындаймыз. Онда неге дәрінің түрі қандай болады десеңіз, айтып кетейін. Мына этиология дейді. Шығу негізіне байланысты берілетін дәрілер бар. Ол біздің протоколда бар жаңағы. Противовирусқа қарсы дәрілер бар. Патогенетикалық деген ем бар. Бұл патогенез деген аурудың жүретін жолы. Сол жолын кесетін дүние бар, дәрілер. Соң жолын кесетін дәрілер. Және де қандай синдром бар, симптом бар, соған сәйкес шығып отқан дәрілер бар. Егер де бұл емді жүргізбесек, біздегі өлім саны өте жоғары болатын еді. Осы ем жүргізудің арқасында біздегі Қазақстандағы өлім саны да аз. Бүгін біздің хабарымыздың негізгі мақсаты дәрігерлерден ілік іздеу, немесе дәрігерлердің кінәсін іздеу, сіздер вакцинаны неге бүйтіп салмайсыздар, сөйтіп салмайсыздар емес. Ең басты мақсатымыз бізге көрерменге түсінікті тілде вакцинаның қажеттілігін, маңыздылығын түсіндіру. Енді қараңыздаршы, мына вакцина салмайтындар мынандай мәселе айтады. Вакцина бір 2-3 айда дайын болды ғой. Онда ол вакцина салдырғанша онда мықты болса әлемнің мықты дәрігерлері, онда неге дәрі дайындамайды? Осы вакцина салғызбай-ақ ковидті жеңе салатын, емдей салайтын дейді. Осыған байланысты не айтасыздар мысалға? Әлі ковид мысалға аспирин сияқты немесе мына тұмауды емдейтін дәрі көп қой қазір бізде. Сол сияқты дәрілер жоқ, әлі бірде бір дәрі жоқ. Ковидті жаза салатын, жоқ қылып жіберетін. Осыған байланысты қандай пікір? Дүниежүзілік денсаулық сақтау саласында жүрген мамандардың ең маңызды, ең тиімді мына аурудың алдын алудың жолы бұл вакцинация. Ол бір мемлекетте бұл енді, ол ел мемлекетте бұған ешкім неге дәрі жоқ дегенмен, өйткені мына ауруды емдегенше, емін іздегенше, оның алдын алу жолын ізде дейді. Вакцинаның мақсаты сол ғой, иә? Вакцинаның мақсаты сол. Одан кейін мысалы тез дегенде ойлап шықты. Бұл енді індет шыққаннан кейін, бұл індет бір 2-3 айда пандемия болды, да? Мысалы, бұл декабрьде шықса, уже март айында дүниежүзілік денсаулық сақтау пандемия деп. Уже 120 елді мекеннен астам бұл індет тіркеле бастады. Сол кезден-ақ, індет басталған кезден-ақ вакцина жасау жұмыстары күшейтілді. Қазір дәрі жасау жұмыстары жүріп жатыр ма? Әрине, ол зерттеліп жатыр. Дәрі қашан пайда болуы мүмкін? Енді сіз айтып кеттіңіз ғой. Неге коронавирустың дәрісі жоқ дедіңіз? Бірақ тұмаудікі бар дедіңіз. Қателесесіз, тұмаудың да дәрісі жоқ. Нақты, мына тұмауды өлтіретін дәрісі жоқ. Біздің мақсат уақыт ұту. Біздің мақсат бұл аурудың өршіп тұрған кезеңінен өтіп, адам санын жоғалтпай, аман есен өтіп кету. Бұл ауруда кейін жай ғана осы тұмаудың қатарына кіріп кетеді деген бізде сенім бар. Жай ғана емделіп кететін. Мысалға айтатын болсақ, құс тұмауы, доңыз тұмауы, ол да пандемия болады ма деп, эпидемия болып, қорқытық, ойбай қаншама адам қырылады деген деп. Қазір сіз сол құс тұмауы мен доңыз тұмауынан қорқасыз ба? Қорықпаймыз. Өйткені оның жаңағы вируленттілік әсерлігі төмендеді. Одан да басқа вирустар бар. Сол себептен біз одан қорықпаймыз. Бұл жағдайда бүгінгі болып жатқан кейін жай ғана тұмаудың қатарына кіретін вирустар болып қалады дегенге сенімде бар. Сіз жаңа дәрісі бар ма деп тұрсыз ғой? Бұл аурудың дәрісі бар. Ол дәрілердің аттары қазір біздің барлығымызға белгілі. Қазақстанға ең бірінші келген дәрі ол спутник V. Екіншісі Казвак. Ол осы аурудың алдын алатын дәрі. Вирустың өзін организмге еніп кеткеннен кейін өлтіретін дәрілер болмаса да,
вирус енген кезде организм дайындап қоятын дәрілер бар. Оның барлығы қолымызда. Сол дәрілерді пайдаланбау, сол дәрілерді қолданбау, енді Алла тағаланың берген аманаты ғой осы денсаулығымыз. Соған жасаған біздің қиянатымыз. Жалпы айтқанда солай. Енді жалпы вирустық инфекцияларды алатын болсақ, мына ВИЧ инфекциясына қарсы қазір дәрілік заттар ойлап табылып жатыр. Гепатит вирустарын емдейтін вирусқа қарсы препараттар бар. Бірақ ол вирусқа қарсы препараттар адамды емдеп шығарам дегенше дейін адамды өлтіріп қоюы мүмкін. Жалпы мына вирустық инфекциялар, оның ішінде желмен тарайтын инфекциялар, мына коронавирус болсын, тұмау вирусы болсын, олардың көбісі кейін уақыт өте келе жеңіл түріне ауысады да, оларға қарсы вирустық препарат қолданудың қажеті жоқ. Вирустық препарат тек қана науқас ауыр халде жатқан кезде бәлкім қолданылуы мүмкін, бірақ ол препараттың өзі науқасты өлтіріп қоюы мүмкін. Коллективтік иммунитет қой біздің түзігімізге батқаны. Біз енді бағанадан бері айтып жатырмыз ғой, дәрі бар, вакцина бар деп, бірақ біз күнде статистиканы қараған кезде жағаны ұстап отырамыз. Ауырып жатқан адам көп, ИВЛ-да жатқан адам көп. Тарихтан бір жағдай келтірейінші, бір секунд. Мына Англияда корольдер болған. Бәріміз білеміз. Тарихта оларды улап қоюдың жолын іздеген адамдар көп. Олардан мышьяк беріп, өлтіріп қоймау үшін күнделікті тамағына кішкентай дозада мышьяк қосып отырған. Англияның корольдері күнделікті тамағымен мышьяк алып отырған. Өйткені бір күні мышьяктың көп дозасы түскен кезде ана король қылқиып, ауырып, өліп қалмау үшін. Сол сияқты вирусқа қарсы вакцина дәл сол рөлді атқарады. Адам өліп қалмау үшін оны сол вирусқа дайындайды. Ол дайындық. Қараңыздаршы, енді жаңа протокол бар дедік, емдеп жатырмыз деп айтып жатырмыз. Дегенмен де жаңа статистика қорқынышты ғой бізде. Әлі статистика қорқынышты. Ауырып жатқан, ИВЛ-де жатқан адамдар қаншама. Күн сайын ондаған азаматымыздан айырылып қалып жатырмыз. Бұның себебі неде? Ал енді статистикаға келетін болсақ, оның үстіне бұл статистика енді азайтып көрсету үшін азайтылып та көрсетіп жатқан шығар, кім біледі енді. Жоқ, 2020 жылы осы Қытайда басталған кезде ауырған адамдардың 3% қайтыс болады деді. Солай ғой? Сонда 100 адам ауырса 3 адам қайтыс болады екен деп. Италияға барғанда бұл 5% болды. Испанияға барғанда 6% болды. Ал енді Қазақстанға келген кезде бізде денсаулық сақтау жүйесі барлығы басқаша орналасқан. Ол жерде мысалға жаңағы батыс мемлекеттерінде ақша бермесең ИВЛ-ға да түсу қиын екен деп ақпараттар шықты ғой. Солай емес па? Дәрінің барлығын тек қана сатып аласың деп. Бізде барлығы тегін. Тіпті екпенің өзі тегін. Көп елдерде осы екпе ақшаға сатылады. Бізде барлығы тегін. Мысалға қарап отырсаңыз, осы тегін. Көп елдерде емес, санаулы елдерде вакцина ақшаға сатылады, санаулы. Мына біздің елде дәрі-дәрмекте адамның жазылуда барлығы да тегін емес па? Сол себептен біз жаппай көп адамдарды ауқымды түрде көмектесе аламыз. Сол себептен бізде өлім саны аз. Өлім жоқ деп айтпаймыз. Бірақ статистикаға сүйенетін болсақ, бізде 3%-ға да жетпейді. 14 адам, жүздеген адам ауырып жатыр. Қалай? Мүлдем жоқ қылуға болады ғой. Мысалға, протокол бар, дәрі бар, вакцина бар. Мүлдем жоқ қылып тоқтатасыз. Сіз енді прям идеализировать етіп кеттіңіз енді. Ол идеалды түрде ештеңе болмайды бұл дүниеде. Екпенің өзінде де 100% адамды қорғайды деген жоқ. Жақсы. Бұл неде 100% қорғайды? Себептерін айтыңызшы, кімдер өліп жатыр қазір енді? Қаза болып жатыр. Осы дерттен кімдер мерт болып жатыр? Кәрілер ма? Жаңағы созылмалы аурулар барлар ма? Кімдер мерт болып жатыр? Осы уақытқа дейін жаңа басында айтып кеткендей, бұл жалғыз өкпенің ауруы емес, жалпы жүйелік, қан тамыр жүйесінің ауру ретінде қарайтын болсақ, көбінесе қайтыс болып жатқан адамдар жасы келген кісілер. Жасы келген кісілердің көбісінде жаңағы қан тамыр жүйесінде сырқаттары көп. Жүрегінің нашарлығы, немесе жаңа эндокринологиялық нашарлығы бар, жүйке жүйесінің нашарлығы бар. Сол бұл ауру кірген кезде қанды үйтіп тастайды да. Қанды үйған соң, мысалы созылмалы ауру мен жедел аурудың айырмашылығы неде? Әлде ауруханаға тым кешігіп бара ма мүмкін? Ондай дүниеде болатын. Қазіргі кезде енді ондай азайды. Қазір адамдар бірден келеді. Ақпараттандырылған. Мысалға, созылмалы ауру мен жедел аурудың ерекшелігі. Созылмалы ауру дегеніміз, оттегі ол жерге қан толық күйде келмеген соң, ол жерде әрқашанда оттегі жетіспеушілік болады да, созылмалы ауруға айналып кетеді. Ал бұл ауруға шалдыққан кезде оттегі одан сайын келмей, бұрынғы созылмалы ауруларға тіпті оттегі келмей, сол жер өршіп кетеді, қабынып.
көрдіңіз бе? Сол себептен бізде жаңағы қант диабеті жоғары болып кетті. Сол себептен бізде жаңағы жүрек қан тамыр аурулары жоғарылап кетті. Және де жүйке жүйесінде де аурулар жоғарылап кетті. Осы адамдар көп зардап шегеді. Осыған айта кететін тағы да бір жайт бар. Екпе жайлы бір лақпа әңгіме бар. Екпе салсаң ұрықсыз қалады екенсің дейді. Солай ғой. Ал енді мен сіздерге былай айтайын. Ауырған адам коронавируспен жаңа қан ұйып қалғаннан кейін еркек адам болсын, әйел адам болсын, бала өндіретін бізде енді ағзалар бар ғой. Солай емес пе? Ұрық шығаратын. Сол жерге қанның келуі азайып қалады, қан ұйып қалса. Сол кезде біздің ұрық өндіретін ағзаларымыз кейін созылмалы ауруға ұшырап, сапасы төмендеп кетуі мүмкін. Ал екпе салдырған адам ол жағынан ағзасы ақпараттандырылған, ағзасына ауру кірген кезінде қан ұйып қалмайды. Сол себептен біздің бала өндіретін ағзаларымыз зардап шекпейді. Сонда бұл деп отқанымыз екпе дегеніміз болашақ ұлттық генофондты сақтап қалудың бірден бір жолы. Осы енді ұлы сөзде ұят жоқ дейді, ұрыққа қатысты бір қызық ақпарат оқыдым. Өткенде мына Жамбыл облысындағы биологиялық зерттеу институтының директоры мынандай бір мәлімет айтып қалды. Бұл қаншалықты рас өтірігін кім біледі? Вакцина алғаннан кейін көп жыл бала сүйе алмай жүрген әйел, естіген шығарсыз, аяғы ауырлапты дейді. Осыған не айтасыз, Манар ханым? Мен енді оған Мыңжылқы мырза күліп жіберді енді ол. Ол жалпы тек сәйкестік болуы мүмкін. Ғылымда сәйкестік болмайды, менің ойымша. Жоқ, ол енді Оның үстінде бұл бір емес, бірнеше жағдай болған екен. Егер де ондай болса жақсы ғой. Мыңжылқы мырза. Енді бедеулік деген Қазақстанда қатты дамып кеткен нәрсе. Осы жылы дамыған емес, тарап кеткен деген дұрыс шығар. Мына сәби сүйсін деп 7000 квотаны бөліп берді. Арнайы ұрықтандыру үшін эко программасы бойынша. Енді жалпы алатын болсақ, егер адам өзі мейірленіп бала сүйгісі келсе, ол 9 жыл, 10 жылдан кейін де бала сүйе алады. Егер балалар үйінен баланы асырап алған күнде, келесі күні көтеріп қоятын әйелдер бар. Оның барлығы енді Алланың берген құдіреті ғой. Вакцина бәлкім бір көмектескенде шығар. Бір пайыз болса да бір әсер етіп, сезім сыйлаған шығар дейсіз. Мүмкін. Мысалға, осы коронавирус пайда болды, содан кейін вакцина әзірленді Ресейде, спутник V жасалып біткеннен кейін Гамалея институтының мамандары, басшылары біз коронавирусты биылғы жылдың осы айында 2021-дің шілдесінде жеңеміз деген еді. Және солай уәде бергенді. Бірақ қазір Ресейде 3-ші толқын жүріп жатыр. Бұның өзі, былай қарасаңыз, вакцинаға деген сенімді сәл болса да бір халық қой, халық болғаннан кейін ешкімнің сеніміне тоқтау сала алмайсыз. Сәл болса да бір кейінге шегеретін сияқты. Неге Ресей жеңе алмай жатыр, сіздердің ойларыңызша? Вакцина қолдарында, әлемді қанша 70 мемлекетті ғой дейме, қателеспесем, вакцинамен қамтып отыр, қазір таратып отыр. Осыған байланысты не айтасыз, Мыңжылқы мырза? Мен бір айтатын нәрсем, жалпы Ресей мемлекетін алатын болсақ, ол біздің Қазақстан мемлекетінің 10 есе көп мөлшерде айтсақ болады. Енді Қазақстанда былай қарасаңыз, қазір білімді өзін зиялы қауым деп санайтын кісілердің көбісі шетел асып кетті. Ресейде де солай. Енді қара халықтың көбісі мына телевизордан ойбай вакцина сөйтіп жатыр екен, шашты сұқапты, көтере алмай қалып жатыр екен десе, вакцинадан адамдар өліп жатыр деген ақпаратқа адам сенуге дайын тұрады. Егер біздің қауым, біздің мемлекеттегі азаматтар білім деңгейі жоғары болатын болса, Құрама Штаттарындағыдай, Израильдағыдай, оларға артық рет біз сендерге машина ойнатамыз, пәтер береміз деген ақпараттың қажеті жоқ. Ол адам өзі барады. Біз көріп жатырмыз ғой. Европаның халқы медициналық туризм ретінде вакцина алу үшін Москваға барып, Санкт-Петербургқа барып вакцина салдыртып жатыр. Түркиядағы біздің таныстарымыз баяғы сыбайлас қамқорлық қой енді. Мүмкін болса бізге ақырындап спутник V жіберіңдерші деп жалбарынып жүр мысалға. Ол жақта спутник V әлі барған жоқ Түркияға. Олар Қытайдың вакцинасы. Енді екінші жағы бар. Мына Pfizer мен Moderna Құрама Штаттарында шыққандықтан халықтың кейбіреуі сол вакциналарды күтіп отыр. Енді халықтың 4 миллион вакцина алды, ол вакцинаның эффективтілігін біз көріп тұрмыз. Бірақ соған қарамастан да Pfizer мен Modernаны күтіп отырған кісілер бар. Олар ақшасына да салдырам деп. Политикаға айналып кетеді да бұл жерде. Бірақ күтіп жүргендерге айта кетейік, Ералы Тоғжанов ашық айтты.
жаңағы Pfizer болсын, Modern болсын, Johnson болсын, AstraZeneca болсын, атымен айтайықшы барлығының. Бұлардың бірде-біреуі де Қазақстанға әкелінбейді. Эпидемияның өзінің заңдылықтары бар. Мысалға, 60% азаматтар вакцина алса, немесе жаңағы бәрі-бірде ауырып шықса, қоғамдық иммунитет қалыптасады. Бұл тұрғыдан келген кезде Манар ханым, немесе Әсел ханым, қалай ойлайсыздар? Бізде бір жартылай болса да вакцина алған елді мекендер бар ма? Ауылда, кішігірім моноқалалар. Жартылай енді әзірде кішігірім, енді біз республикалық деңгейде мониторинг жүргізгелі себепте мен айтамайм, енді қай жақта кішік елді мекенде немесе мынау бір қай ауданда жартылай алғандықтар бар екен деп, бірақ та егер бүткіл Қазақстанның аймақтарына қарасақ, бүгінгі күнде алдымен ең алғашқы вакцинаны біз басында енді айтып кетейікші кішкене 10 миллион адамды егеміз дедік, мысалы жоспар қойдық, қазан айының соңына дейін, сол 10 миллион адамның жаңа қарағанда бүгінгі алда жүрген, бұл Алматы қаласында алда жүрген вакцинация салумен, одан кейін Түркістан, жоқ, Нұрсұлтан енді алда деп айта алмаймын, қазіргі күнгі Түркістан облысы және Шымкент қалалары бұл жаңағы жоспарды орындауда ең алдыда. Басқа өңірлер кішкене енді бұлардың жаңағы деңгейі сәл төмендеу жүреді вакцина алғандықтан. Бірақ енді кішкене бірінші сұрағыңызға оралғым келіп тұр, жаңа халықтың көз вакцина алуға көзқарасына. Ең басында, егерде өзіміз жаңа кішкене 3-4 ай бұрынға кетсек, спутник Ви келгенде, мысалы, ол шектеу келді. Бәрі шулады, тек неге жаңағы жаппай халыққа қашан болады бір вакцина деп. Бірінші сәуірде жаппай халық вакцинация алу. Одан кейін халық шулады. Бұл вакциналар ешқайсы дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының жаңағы тізіміне кірмеді деді. Ал енді мамыр айынан бастап Қазақстанда Хаят Вак келді. Ол дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының жаңағы тізімде болды. Мына маусым айының басынан бастап коронавак келді. Ол да дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының жаңағы тізімінде. Бірақ та халық енді бастады бізге жаңағы Pfizer'дің вакцинасы керек деп. Сондықтан мен мына халыққа тікелей сұрақ қойғым келеді. Егер вакцина ертең Pfizer келсе, сіздер мысалы мүмкін басқа да саулама болатын шаруаларда вакцина керек жоқ, қана сын табылады. Сол себептен мына бізге осы жаңағы эфирді қолдана отырып халыққа айтқым келеді. Мысалы бұл бірнеше рет айтылып, бүткіл жаңағы белгілі тұлғалардың аузында жүрген сөз, қол жетімді вакцинамен сіздер вакцинация алуларыңыз қажет, мысалы. Бұл вакциналардың тиімділігі індет ушығып тұрған кезде, сосын вакцина ал деп келген кезде денсаулық сақтау министрлігінің атын айтпай ақ қойын, енді барлығы біледі, қазір бір өкілі мыңда бөле бастайсыңдар ертең деп айтады. Мыңда бөле бастайсыңдар, сосын өздеріңіз салғызасыңдар деген еді. Сол бір қайғылы жағдайды әлі күтіп жүрген сияқтымыз біз өзіміз. Құдай сақтасын, ол бетін арғасын, ол қайғылы жағдайдан оған жеткізбеуге тырысайық. Өйткені мынау үнді штам, бүгін үнді штамның Қазақстанға кіргені, ол мысалы уже Нұрсұлтан қаласында, Алматы қаласында болжамы бар. Ертең мына секвенирование жүргізгенде, қазіргі таңда ұлттық сараптама орталығы ол секвенирование жүргізіп жатыр, сонда ол дәлелденеді. Ал енді бұл үнді штамның таралуы, мысалы, ол жаңағы 80% бұл Қазақстанда ары қарай таралып кетуі мүмкін, өте жағары. Өйткені біздің жаңағы адамға жуғы бір 3-4 есе жаңағы жабайы штамнан артып өтеді дедік. Сол себептен бұл енді қайғылы жағдайға біз жеткізбейтін шығармыз деп ойлаймын. Бүгінгі күні жасап атқан мемлекет тарабынан жасалып атқан шаралар ол тиімділігін көрсетсін деп. Сіздің сұрағыңызға жауап берейін. Бізде қандай да бір елді мекен бар ма деп сұрап қойдыңыз ғой. Жалпы вакцина кірген кезде мына целевой группалар бар ғой, бағдарлама группалар, ол дәрігерлер, медиктер, полиция қызметкерлері және әлеуметтік салада жұмыс істейтін қызметкерлер. Әрқайсысын алатын болсаңыз, бір ауыл, медицина ауылы, полиция ауылы, сосын әлеуметтік сала. Енді қазіргі таңда медициналық коллективтарда, егер жалпы бір жиналыс өткізетін болсаңыз, 100% адамдар вакцина алған. Дәрігерлер. Егер сол конференцияны өткізген кезде дәрігерлерге рұқсат берсеңіз, ол конференция 200 адам, 300 адам қатысуы мүмкін. Өйткені олардың барлығы вакцина алған. Және олардың барлығына маска кию міндетті емес. Мына Джо Байден Америкада 60%-тен асқан кезде маскасын шешіп тастады ғой. Израильде 60%-тен асқан кезде масканы шешіп тастады. Бізде де Қазақстанда 60%-ке жеткен кезде, енді оның арасында
бір қисық статистика бар. Мына ауырған кісілер мен вакцина алған кісілерді менің ойымша бірге қосу керек. Өйткені ол социальный иммунитет деп тұрсыз ғой, жаңа стадный иммунитет, қоғамдық иммунитет дейміз. Сол ауырған адамдар мен вакцина алған адамдардың қосындысынан қосылады. Негізі қосып жатыр оларды. Бізде жаңағы дәрігерлер деп айтып жатыр, мысалы дәрігерлер деп айтып жатырмыз, полиция қызметкерлері деп. Осы 100% вакцина алды ғой, соңғы кезде дәрігерлердің арасында өлім жітім азайды ма? Әрине жоқтан қасы десек болады қазір. Жоқ қой. 2020 жылы нағыз айқын дәлел ғой, болды ғой. Жоқ, айқын дәлел. Енді мысалы бұны айтқым келеді. Ең басында егер жаңағы бұл індет Қазақстанға кірген кезінде 30% ауырғандардың ішінде ол кім болды? Ол дәрігерлер болды. Білесіздер ме, мына мысалы жаңағы больницаларда да бұрқ етпе жағдайлар көп болды. А қазіргі күн алсақ, мысалы больницаларға ондай қазір даже үлес салмағы мына осы бүткіл ауырғандардың ішінде дәрігерлердікі өте төмен, иә? Бір екеу саран ғана болмаса, мысалы, қазір ондайлар жоқ. Сол себепте бұл мысалы ең жаңағы дәлелденіп тұрған бұл вакцинаның тиімділігі және жақсы. Енді бағанадан бері вакцинаны салу керектігін айттық, ал жарайды. Мына сұраққа келейікші. 20 адамнан асқан мекемелерде мысалға вакцина алу міндеттеліп жатыр, иә? Міндеттеліп жатыр. Міндет болған кезде қалай? Вакцина салғызу керексің. Салғызбасаң, онда апта сайын птр сынама тапсыру керексің. Болмаса айыппұл төленеді. Бұл адам құқығын таптау емес па? Сіз қалай ойлайсыз? Адамға айыппұл салады деп оны қай жақтан шықты, ондай жоқ. Заңда сондай жоқ. Айжан Есмағамбетова айтты. Ол жұмыс істейтін адам. Если вакцина салған мысалға біздің телеарнада 20 адамнан көп адам жұмыс істейді. Мен өзімнің жұмысыма келу үшін вакцина тапсыруым керек. Болмаса апта сайын ПТР тест тапсыруым керек. Ал егер ПТР тестте тапсырмасам, вакцина алмасам, онда апта сайын айыппұл төлеуім керек. Айыппұл деген айыппұл төлемейсіз, просто жұмысыңызға кіргізбейді. Айжан Есмағамбетова ашық айтты бұны. 5 айлық есептік көрсеткіш. Біз төртеуміз тұрмыз ғой, Айжан Серікбайның сөзі кішкене бұрмаланып тұр ма біздің тарапымыздан? Жоқ. Сізге сұрақ ретінде жауап берсем болады ма? Адам құқығы дедіңіз. Мысалға осы жерде 5 адам тұр. Біз вакцина салдырып алғанбыз. Бесеуміз де вакцина салдырдық. Мысалға дейік та, метафорадық түрде. Сіз салдыңыз ба? Салдырдым. Коронавак салдырдым. Мысалға ана вакцина мен не үшін салдырмын, ол менің құқығымды таптайды дейді, еркін түрде емес дейді та. Ал басқа адамдар ше, олардың құқығы ше. Мысалға бір кісі ауырып жүріп, басқа біреуге әсер етсе. Сіздің ойыңызша сонда жаңағы ауырмаған адамдар ертең басқаларды ауыртуы мүмкін, олар солардың құқығын таптап жатыр дейсіз ғой. Олай деді қарасақ болады ғой. Жоқ, ол былай айтылады ғой. Права гражданина заканчиваются там, где начинаются права другого гражданина дейді. И былай алатын болсақ, альтернативті варианты бар. Ешкім сізге міндетті түрде вакцина сал деп жатқан жоқ. Сіз күнделікті апта сайын барып ПЦР сынамасын тапсырсаңыз болады. Бұған қатысты Песков жаңағы Ресей президентінің баспасөз хатшысы өте қызық ақпаратты айтты. Біз ешкім мәжбүрлеп жатқан жоқпыз. Мәскеуде мәжбүрлі. Қазір білесіздер ғой, вакцина Мәскеуде мәжбүрлі, әлеуметтік қызмет, жаңағы басқа да қызмет түрлеріндегілер вакцинаны алу керек. Біз ешкімді мәжбүрлеп жатқан жоқпыз. Жұмысыңыз істегіңіз келе ме, вакцина салдырыңыз. Істегіңіз келмей ме, жұмыстан шығып кетіңіз дейді мысалы. Жоқ, ол да дұрыс қой. Әр адамда өзінің жаңағы несі бар. Мыжылқы мырза айтқандай, өзінің таңдауы бар. Вакцина салам десеңіз, салыңыз. Вакцина самайым десеңіз, апта сайын ПТР тест өткізіңіз. Оны да өткізбеймін десеңіз, онда жұмыстан жаңа ақысы төленбейтін демалыс, немесе жұмыстан шығып, мына індет, жоқ, дистанциялық жұмыс жасай алмайтындар да бар ғой, мысалы. Ревакцинация басталды ғой Ресейде. Яғни екінші вакцинация жүргізіп жатыр. Сонда бізде енді 5 ай бұрын вакцина алып қойғандар, 4 ай бұрын дейікші, 4 ай бұрын вакцина, ақпан айында вакцина алғандар қайттан алу керек қой, қанша уақыт алу керек? Кешегі мәлімет бойынша шамамен 6 айда бәлкім 3-ші рет вакцина алу керек деген мәлімет шығып жатыр. Бірақ ол қаншалықты дұрыс екен біз әлі білмейміз. Бір сөзін айтқан кезде бұл вакциналау науқаны жүре береді. Біз жаңағы толық қоғамдық иммунитетті қалыптастырмағанша, толық осы ауруды жеңбегенше, аурудың өзінің мутациясы тоқтап, ауру өзі жоғалып кетпегенше жүре береді ғой. Не үшін мутация пайда болды деген сұрақ болу керек та? Не үшін? Ол білмейміз біз. Біз келеміз Үндістан қай жерде төтеп берілмей, еркін түрде вирус кеңінен жүре береді, сол жерде мутация пайда болады. Неге Индияда пайда болды? Индияда бізде әлі касталар бар, солай емес па? Көбінесе ауырған халық қай жақ
төменгі кастаның адамдары, жоғарғы кастаның адамдары олардың бәрі вакцина салып алған. Сол себептен оларда қандай нақты сан болып жатқанын да білмейміз біз. Төменгі өткенде видеодан көріп отырдық қой, мәйіттерді суға лақтырып. Британияда, Ұлыбританияда, Бразилияда. Британияда нағыз сауатты әлемнің лордтары тұратын мемлекет. Қараңыз, Британияға бірінші қай штам келді? Южно африкалық штам. Төтепсіз жүрген. Британияда көбінесе қандай адамдар көп тұрады? Сол Африкадан келген адамдар тұрады. Көрдіңіз ба? Егер де бұған шектеу қойылмаса, төтеп берілмесе, ағзадан ағзаға көшкен сайын, бұл жетіле береді, мутацияға ұшырай береді. Ал біз егер де осындай тоқтатпасақ, қазақ штамы деген шықпауға ешкімде кепілдік бере алмай қалады. Қымбат спикерлер, тағы бір жарнаманың уақыты келген екен, біз 5 минуттан кейін ораламыз. Аудан орталығынан 80-100 шақырым тұратын азаматтар бар. Олар апта сайын ПЦР тест тапсыру керек па? Ол қандай да мысалы мектепте өзіңіз білесіз, 30-40 адам жұмыс істейді. Бұл ұжымдық мекеме болып саналады. Олар міндетті түрде жаңағы ковидтің вакцинасын алу керек. Тапсырмайым, алмайым дегендері жаңағы ПЦР тест алу керек. Аудан орталығы, мысалы Шығыс Қазақстан облысында, батыста 100 шақырым, 120-150 шақырым тұратын аудан орталығынан ауылдар бар. Олар қайтеді дегенім ғой. Қазір мысалы оларға бір мүмкіндік беру. Жоқ, қазіргі мен айтып кетерім, Қазақстанда ПЦР диагностика сол қол жетімді, себебі амбулаториялық клиникаларда бар. Ол жер мысалы ауданбен олар күнделікті байланысты. Мысалы олар егер амбулаториялық клиникада ПЦР тестке тапсырса, мысалы ол ертеңгі күні олар басқа да анализдер алынады, солармен бірге ол жаңағы ПЦР-дің нелер образецтері аудандық мекемеге жеткізіледі. Қазір даже аудандық деңгейде ПЦР тесттер аудандық деңгейдің мекемелерде жүргізілері бар. Жоқ, түсінікті ғой. Бұл жерде мынау ПЦР тест тапсыру қажеттілігі ол уақытша шара. Уақытша. Егер біз вакцина алған адамдардың саны 60% жететін болса, бұл шараның барлығы жойылады. Бұның барлығы уақытша нәрсе. Мыңжылқы мырза, бізде үкімет 80%, парламент 100, әкімдіктер де түгелдей вакцина алған екен. Онда олар неге мысалға әлі күнге дейін онлайн жұмыс істеп жатыр? Неге офлайн мысалға брифингтерін, баспасөз брифингтерін неге офлайн өткізбейді? Халықпен неге ашық кездеспейді? Аудандық әкімдіктерге барсаңыз сіз кіре алмайсыз, есігі жабық карантинде. Енді мен қателесуім мүмкін. Егер біз парламент алатын болсақ, ол жердегі 60 жастан асқан біздің депутаттарымыздың саны әлде де көп. Қазір 20%. 20%. Енді көбісі совещаниеде отыр ғой. Әкімдіктерге баратын болсақ, әрине оның барлығы бар, бірақ бір жағынан коронавирусты пайдаланып, өзінің жұмысын дистанциялық форматқа ауыстырып алған кісілер де болуы мүмкін. Мүмкін емес. Мына жерге басқаша жауап беруші едім, мысалы да, өйткені неге біз әлі де мысалы жаңағы бұл шектеуді жаңағы бетперде тағамыз шектеуіміз бар. Себебі біздің қоғамда жаңағы вирус таралуы жоғары деңгейде жүр. Ал мына альфа штамның, дельта штамның, гамма штамның жаңағы бұлардың ерекшелігі бұл қайтадан ауруды қоздыруы мүмкін. То есть реинфекция дейміз да, мысалы бұларда өте жоғары бұл дәлелденген. И жаңағы вакцинация жасаған адамдардың да мысалы бұлардың жалпы жабай штамына қарағанда бұл вакцинацияның тиімділігі 10-15% болса да кішкене төмендеу. Тек қана 2 рет вакцинация алғандар адамдардың арасында мына жаңа Pfizer вакцинасы мен AstraZeneca бүгінгі күні дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымынан бұл дәлелденген зерттеулер уже ұсынылып жатыр бізге да. Олардың мысалы тиімділігі 1 рет вакцинация алған адамдардың 30% тиімділігі вакцинаның осы жаңа штамдарға қарсы. 2 рет вакцинация алғандардың жаңағы вакцинация алған адамдарға қарсы бұл штамның вакцинаның тиімділігі бұл штамдарға қарсы 80% тұрады. Көрдіңіз бе? Бұл жаңағы 10% болса да кішкене төмендеу. Ал жаңағы мен мысалы вакцинация 2 рет алған адамын, бірақ та менде әлі қауіп қатер бар. Үнді штаммен жаңағы зақымдануыма, дельта штаммен или альфа штаммен. Сол себептен біздің қоғамда бұл вирустың айналмалы төмендемеуінше біз әлде де мынандай нұсқау береміз. Бетперде тағыңыз, мысалы жаңа әлеуметтік ашық ара сақтаңыз деген басқа да эпидемияға қарсы шаралар. Қысқа нұсқа жауап беріңізші. Ковидпен ауырған адам ашықта, қазір барлық жерге ашықпен кіріп жатырмыз ғой, қызылмен белгіленеді. 3 аптадан кейін оған көк статус беріледі. Ол вакцинаны 3 айдан алу керек. 3 айдан кейін алу керек. Солай ғой?
3 айдан кейін, иә. Көк статус берілмей қалса, сол қалпы қызыл болып тұра берсе, не істеу керек ол? Жоқ, оның мысалы оны Әсел Таханова толығырақ жауап берер. Тұрмайды. 3 ай дейсіз ғой, білін. Ол тұрмайды. Ауырған адам больницадан или емделіп шығады ғой. Қызыл статус уже көк статус болады. Сары статус болады. Да, сары статус. Тұрып алмайды ғой, Тұрып алмайды. Сосын сары статус 14 күн біткеннен кейін ол уже көк статус болады. Көк статус, енді вакцина өзіңіз айтыңыз ғой, қазір ана вакцина алғандар жасыл статус болады. И поэтому ол централизованный, орысша айтқанда централизованный базалар болады ғой, учет всех инфекционных больных. И сол жерде әркім стационар болсын, біздің коллегаларымыз болсын, эпидемиологтар болсын, ол базаларға кіріп, сол 14 күн бітті ма, сол статусын шығарады. Жасыл статус 14 күн бітті ма, шығарады. Шықпай қалғандар, бар онда техникалық кемшіліктер бар. Ең басында болған, Ең басында болған. Болып қалды, кімге хабарласу керек дейікші, айтыңыз. Жергілікті денсаулық сақтау. Жасыл болғаннан кейін сразу мен былай айтайықшы, мен кірдім, ана бір учреждение мен кірдім. Ана QR кодпен өзімді тексердім. Қызыл статус шықса, да, мені кіргізбейді сол учреждениеға. Сразу сол адамдар, сол басшылар хабар береді. Мынандай алгоритм бар қазіргі таңда. Алгоритм бар, кім-кімге хабар айту керек, хабар жіберу керек. Сол ведомстволар уже сол адамды іздеп, сол адамды... Көк статустағыдар барлық жерге кіре алады ғой? Барлық жерге кіре алады. Цифрлы шкаламен көрсетілген антидене титр деген бар, сол титрдің шкаласы қаншаны көрсеткенде ол ковидтен қорғай алады. Айтыңыздаршы. Бұған Есмағамбетова ешқандай зерттеу жоқ деді. Сонда қалай бұл енді? Ковидпен ауырып тұрдың, денеңде антидене бар. Бірақ енді... Денсаулық сақтау ұйымының ұсынысы ретінде... Дүниежүзілік денсаулық сақтау ма? Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының жаңа ұсынысы ретінде. Бұл жаңағы көрсеткіш дейді ғой. Есептік көрсеткіш. Антителаны берген кезде сізде мындай количественный показатель деген болады, КП деп тұрады. Сол жерде сіздің антиденеңіздің сан мөлшерін көрсетіп тұрады. Денсаулық сақтау ұйымының ұсынысы бойынша бұл көрсеткіш 10 деген болу керек. 10 деген жақсы мөлшер, осыған жетіп тұрса, ағзада ауру келген кезде жақсы төтеп береді деген. Одан төмен болса да антиденелер ол ағза төтеп береді, бірақ ауырып қалу қаупі бар. Кімде 10-нан жоғары, бұл зерттеу нәтижесінде пайда болған дүние, 10-нан кімде жоғары, сол кісілер ауырмайды деген. Осы антиденені неге бізде тегін өтпейді? Антиденеге тестілеуді неге тегін өтпейміз? Мысалы, ПТР-ді ақылы түрде өтеміз, антиденені тағы да ақылы түрде. Қалай ойлайсыздар, Манар ханым? Неге бәрі бізде мысалға мәміс бар, 700 миллиард бюджеті бар мысалға? Неге осындай нәрселерді айтып көтермейсіздер? Сіздерге тиісті емес шығар бұл? Жоқ, оны бұған бүйтіп мысалы мен былай жауап беруші. Антидененің тесті қанша тұрады қазір? 2,5 теңгемен 3,5 үлкен ақша ғой. Себебі жалпы если мына қоғамдық денсаулық саласына қарасақ, общественное здравоохранение дейміз ғой, бұл жерде мысалы вакцинаның тиімділігі дәлелденген, және де адам ауырып болғаннан кейін 6 айдың ішінде ауырмау мүмкіндігі ол да мысалы бүгінгі күні дәлел бар. Сондықтан бұның мысалы міндетті түрде бұның антиденелерді тексеру ондай нұсқау біз бермейміз, ондай жоқ нұсқау. Өйткені оның қажеттілігі жоқ. Мысалы, өйткені. Ал егерде мына жаңағы ПТР тесті біз неге міндеттейміз? Өйткені мысалы ПТР тестте сол жаңағы ол егер оң болса, онда бұл адам науқастанған екенін білдіреді. Сол себептен жақсы, түсінікті, бұл міндетті емес дейсіз ғой. Вакцина алғаннан кейін адамда антидене пайда болады. Ауырғаннан кейін де антидене пайда болады. Осы екі антидененің айырмашылығы неде? Бізде жастардың көбісі, мен ауырып алам, мен симптомсыз өте шығам деп айтады ғой мысалға. Екі антидененің айырмашылығы бар ма? Жоқ әлде екеуі бірдей ме? Екеуі де антидене деген не? Ағза бұл вирустан ақпарат алып, өзінің, былайша айтқанда, қарапайым жағдаймен өзінің сарбаздарын дайындап қойған деген сөз ғой. Аурудан кейін де антидене пайда болады. Ал енді ауырмаған адам ауырып барып пайда болмай, одан қайта екпе салып пайда болған жақсы емес па? Сарбаздар дайын тұрады. Вакцинаның құрамында, спутник вакцинасын алатын болсақ, ол жерде S биологтың бөлшектері бар.
антиденені тексеретін болсақ, тек қана С белокқа қарсы антиденелер түзіледі. Егер ауырып шыққан адам болатын болса, оның құрамында иммуноглобулин М болады, иммуноглобулин G болады, С болуы мүмкін. Бірақ вакцина алған адамда тек қана С-ке қарсы антиденелер болады. Неге қоғамдық саяси ток-шоуында тағы бір жарнама, біз 5 минуттан кейін ораламыз. Мысалға, жастар симптомсыз ауырып жүре саламыз деп айтып жатады ғой көп жағдайда. Көбісі біздің тұрғындардың мысалға. Ол қателі. Симптомсыз ауырып тұра салған жақсы ма? Жоқ, ол өте Әлде вакцина ма? Жоқ, ол қате ой. Бұл дүниеде зерттелді. Симптомсыз ауырып шыққан адамдарда антидененің көлемі де аз түзіледі. Ал ауыр жағдайда ауырып шыққан адамдарда антидененің көлемі де жоғары болады. Және де ПЦР нәтижесіне келетін болсақ та, жеңіл түрде ауырған адамдардың ПЦР нәтижесі көп уақытқа дейін оң нәтиже беріп тұрады. Ауыр түрде ауырған адамдардың ПЦР нәтижесі теріске шығады. Енді қараңыз, ауырып тұрады, жазылады, симптомсыз ауырғандар. Содан кейін біраз уақыттан кейін денсаулықтарда мен жеке таныстарымда мысалға, сіздерде де бар шығар, біраз уақыттан кейін басталады екен. 4 ай, 5 ай кейін бүйрегі ауырады деймін. Себеп салдары десеңші. Я, себеп салдары. Бір аналогия келтіретін бұл жөнінде. Жалпы жастарды алатын болсақ, олар необдуманный поступктарға жиі барады ғой, ойланбайтын поступктарға. Егер жас бала болса, ол барады бір қыздармен незащищенный половой контактқа түсе салады. Егер гонореямен, сифилиспен ауырып қалса, барып антибиотик аламын деп ойлайды. Енді қазіргі таңда бедеуліктің өсіп кетуінің бір себептерінің бірі сол незащищенный контакттан болған жаңа гонорея, сифилис, оны емдеген күннің өзінде де адам бесплодный болып қалуы мүмкін. Әйел адамның трубасында спаечный процесс түзіледі, ол қыз баласы кейін бала көтере алмай қалуы мүмкін. Сол сияқты мына коронавируста егер жеңіл түрде ауырып шықтым, басқаларға жұқтырам ба, жұқтырмайым ба, маған бәрібір деген нәрсе, сол аналогиямен қатар келеді. Дельта штамның қауіптілігі, тағы да бір айтып кетейін, дельта штам туралы Қазақстанда бұл уже барлығы болжамда дәлелденіп тұр. Бұның қауіптілігі, егер симптомсыз адамдар, мысалы, жабайы штамда аз таратса, даже симптомсыз дельта штаммен зақымдаса да, оның таралуы жоғарыды. Симптомсыз болған адамдарда оны тараталады. Сол себептен, және де жаңағы жаңа штамдардың ерекшілігі, бұл сен үлкен жастасың ба, жаңағы жассың ба, ол қарамайды, ол ауыр түрде өтеді. Сол себептен мысалы біздің жаңа осы жастар айтып атқан ой пікірлеріне мен қарсы келемін бірден. Және де мен алдында айтып кеттім, қазір симптомсыз тек 10-15% ғана симптомсыз кездеседі. Көбінесе бұл жұқпа қазір симптомды болады. Бізде ай сайын 2 миллион адам алу керек еді. Вакцинаны. Қазір көріп жатсыздар, бұл мәселені үкімет құрдымға жібергенін, апатты жағдайда тұрмыз, вакциналау өте баяу жүргізіліп жатыр. Бұған бірінші себеп кім деп ойлайсыз? Кім? Себебін іздейікші. Әрине мен түсінемін, әрқайсыңыз енді үлкен қызметте жүрген азаматсыздар, дегенмен де министрлікті сынамай ақ қойсаңыздар да, бұл жерде бір субъективті пікірлеріңізді айтыңыздаршы. Мен бірінші пікірімді айтып кетейін. Біріншіден, мысалы, мен ойлаймын, мына министрлік тарабынан, жаңағы правительство тарабынан жағдай жасалған. Қазақстанда баққандай 4 вакцина бар. Оның өзі бір жетістік. Әмбеде біздің Қазақстан, тоқтаңыз, мен бірінші. Жоқ, мен ақтамай жатыр. Мен бұны қазір айтам ары қарай. Одан кейін жаңағы ол біріншіден ол вакцина қол жетімді. Бізде мынау шектеу жоқ, кім алам, кім алмайм, сен аласың, сен алмайсың ден, ол екінші. Бірақ та біздің бір өте айтайын әлсіздік жеріміз бар. Бұл себебі біз мысалы ақпараттыру жұмыстарды мүмкін кішкене күшейтуіміз керек шығар. Өйткені мына жалпы елді алсақ, бұл жерде жаңағы Абзал мырза айтқандай, мына мәшінені тұсқа тікті, пәтерді тұсқа тіккенде біздің жаңағы вакцинацияға жүгінген адамдарымыз көп болып шықты. Біріншіден, поликлиникада мына вакцинация салу үшін медициналық қызметкерлерге қосымша үстем ақы көрсетілмеген. Егер скринингтік бағдарламаны орындау бойынша СКПН деген болады, соны төлейтін болса, вакцинация салдың ба, салмадың ба, оған қосымша берілетін ешқандай үстем ақы жоқ. Ол біріншісі. Екіншісі медбикелерге ғой, медбикелерге. Екіншісі сосын жалпы практика дәрігерлер бар. Олар вакцина салды ма, салмады ма, оларға одан келіп кететін нәрсе жоқ. Ол бір жағы. Екінші нәрсесі спутник V вакцинасын салдырту үшін Советский Союзда болды ғой, третьим будешь деген. Бұл жерде
пятый будешь деген әңгіме бар. Егер 3 адам келіп отырса, флакон ашылмайды. 5 адам келу керек. Ол екінші мәселе. Үшінші мәселесі, поликлиника қанша уақытта жұмыс істейді? Таңертең 9-да келеді, кешкі сағат 6-да жабылады. Негізі 8-ге дейін бәлкім болуы мүмкін, бірақ біз қазір поликлиникалар сағат 10-ға дейін, 12-ге дейін жұмыс істесін деп айтып жатырмыз. Сосын біздің бір коллегамыз вакцинация жасау үшін не істеді? Ол жаңа скорый помощьтың машинасына контейнермен, жаңа холодильникпен вакцинаның бәрін тиеп, барып үйге бірнеше пәтерден кісілер жинап, сол жерде салдыртып жатыр. То есть ол Шымкентте. Вакцина салдыртудың бір жолдары. Жалпы үйінде отырған кісі ол поликлиникаға бара қоймайды ғой. То есть ол кісіге вакцинаны алып барудың бір жолдары ғой. Сондай шешімдері болса, әрине вакцина салдыртылады. Бұл енді қазір Манар ханым, бұл жерде бұл мәселе министр біле ме, мысалға тегін салып жатқан біз медбикелер? Кім тегін салғысы келеді? Тегін жұмыс істейді. Әрине оған айлығы төленеді, бірақ айлығы төленеді, мына жерде бірақ бұл жерде үстеме нәрсе жоқ та. Қазір мына инфекциялық стационарда жұмыс істеген үшін үстеме айлық төленеді. Басқа да бір қосымша жұмыс жасаған үшін үстеме айлық төленеді. Бірақ жалпы практика дәрігері ол не істеу керек? Ол туберкулезмен айналысу керек, қант диабетімен айналысу керек, балдармен, жүктілермен айналысу керек. Оған қосымша тағы да вакцинаны іліп қойды. Жұрт мен мақтаншақ деп ойлайтын шығар, қазақта өзім мақтаншақ. Ұлтымызды жеріміз сүйетін болған соң, екпеге келетін болсақ. Мына вакцина салғанда да бағана айтып отырсыздар ғой, AstraZeneca, Moderna, Pfizer сол келсе, мүмкін халық салып қалар деген дүние. Ол анау мұхиттың ар жағындағы елден шығып жатқан дүние. Оның бағасы қандай болады? Оның бері қарай тасымалдау қалай болады? Иә, ол жеткенше қай заман. Оны жеткізу үшін дұрыстап оқитын болсаңыздар, -70 градуста арнайы жаңағы мұздатқыштарды жеткізу керек. Ол жету, жетпеу, ол екіталай. Жеткен күннің өзінде сапасы қандай болады? Бір. Ал енді жаңағы біздегі шығарылып жатқан өзіміздің вакциналарға келетін болсақ, мұздатқышпен таратудың да қажеті жоқ көп жағдайда. Жаңа пятый будешь деп айтып отыр ғой, спутник Виға да. Казбаққа келейікші, өзіміздің ұлттық. Жақсы. Қай елде, мысалғы бізді қанша жерден үшінші елдердің санатындағы мемлекет болса да, өзінің екпесін тауып жатқан ел аз. Ол біріншіден тағы 4-еуін жасап жатырмыз. Иә, оның үшін тағы 4-еуін жасап жатырмыз. Мына біріншісі біздікі қысқа мерзімде баға не үшін пайда болды дедіңіз ғой? Бұл зерттелген, бұрында қолданылып жүрген тәсілмен жасалды. Бұның өзінің эффективтілігі бар болды. Сол себептен. Және де бұл Казбаққа бізге ондай қатты мұздатқыштар қажет жоқ. Плюс 2-3 градуспенен бір адамға жеке арнайы сала беруге болады. Міне, сол себептен қазір Казбақ бағана өзіңіз таусылып қалды деп жатсыз ғой. Бұның қоғамда біз бәрі сенбейді дейміз. Мүмкін қоғамда қазір санада өзгеріп жатқан шығар. Кінәліні іздей бермей, жақсы жағында қарап қойғанымыз дұрыс болатын шығар деп ойлаймын мен. Жоқ, халықты сендірудің, жастарды сендірудің ең оңай жолы қандай, айтыңызшы? Жастарды сендіруге келетін болсақ, былай айтайықшы, бұл екпеден өліп жатқандар жоқ десек, 2020 жылы осы дүние басталған кезде, осы инфекциямен бетпе-бет қалған осы денсаулық сақтау ұйымдарының адамдары. Міне алдарыңызда тұрмыз, өлген жоқпыз. Вакцина екпе басталған кезде ең бірінші халықтан бастаған жоқпыз. Біз тағы да алдыға шығып, біз салдық. Үкіметте стратегия жоқ қой, Үкіметте стратегия жоқ болып тұр ғой, енді осы жаппай азаматтарды тарту. Мұқтаждау ондай гиф ойнатқан сияқты болып отыр ғой мемлекет. Гиф ойнатқан сияқты болып жатыр. Квартира таратып, пәтер таратып, көлік таратып. Басқаша тартудың жолы жоқ па, мысалға сендіртудің? Әсел ханым, паспортты, жасанды паспорт сатып алу жайына келетін болсақ, осы мәселенің алдын алу қалай жүріп жатыр? Бізде қателеспесем Алматыда бір поликлиниканың басшысының үстінен, директорының үстінен, бас дәрігердің үстінен қылмыстық іс қозғалды. Солай ғой? Сондай жағдай болды, иә, ол рас. Қай поликлиника еді? Ол поликлиниканы қазір айта алмаймын. Қай прям жақсы. Осының алдын алу жағы қалай бізде? Енді паспортты сатып алуда болып жатыр. Өкінішке қарай айналып келген кезде сол ақшаның аздығынан ба, күнкөріс ба? Қалай айтсам, біреуге ақша беріп, мынандай услуга аламын. Алдын алу қалай жүріп жатыр сіздер жақтан? Өзіміз вакцина алдық қой. Денсаулық басқармасына қатысты ма? Өзіміз вакцина алдық қой. Алдын ала бізді опрос жасады ғой біздің. Температурасы бар ма, анау бар ма, мынау бар ма тексеріп, сосын сізге салуға болады деп айтып бастады сізге. Сізге болады деп.
негізі мен жалпы бұны былай айтушы едім. Паспортты сатып алу деп Жоқ, жатырмын ғой паспортты мен. сатып Жоқ, алу. паспортты сатып алу мүмкін емес ол. Жоқ, оның Мүмкін. Мүмкін емес. былайша айтқанда- Просто если былай егер сатып алып жатса, Былайша айтқанда, біреулер сатып адами алған. фактор барлық жерде Иә. болады. Спрос рождает предложение. Сырттан біреу келіп, паспортты жасап берейік деп айтпайды. Адамның өзі ұсыныс тудырған кезде кейбір адамдар болады. Ол біздің жүйемізде барлығы періште деп айта алмаймын. Мыңжылқы мырза, миығыңыздан күлдіңіз ғой. Алтын көрсе періште жолдан таяр дейді. Жүйемізде ондай адамдар жоқ емес. Бар болған соң ондай жағдайлар болып тұрады. Бірақ енді барлығына көптікке топырақ шашудың қажеті жоқ. Ал жаңа алдында айтып кеткен сұрағыңызға, стратегия жоқ па? Мен жаңа өзіміздің дәрігерлерді айтып жатырмын ғой, медицина қызметкерлері. Міне өзіміз көрсетіп тұр, ешкім өлген жоқпыз деп. Барлығын біреулерге тапсырып берудің тапсырып қоюдың қажеті жоқ дейсіз ғой. Мысалға сіздің сұрағыңызға тағы да бір сұрақ. Сіз өзіңіз жаңағы коронавак салдым дедіңіз, вакцина салдым. Сіз өйткені сендіңіз, бұл аурудан қорғанғыңыз келеді. Сіз де қосылып атсалысыңыз. Осы ақпараттық жүйені жарыстырайық. Бүгінгі атсалысу дегеніміз де осы вакцинацияға қатысты маңызды сұрақтарды қойып, елдегі ең мықты деген мамандардан жауап алып жатырмыз. Бұдан артық қалай атсалысуға болады деген тағы бір сұрақ туады. Қымбатты спикерлер, барлықтарыңызға уақыт тауып келгеніңізге алғыс айтамыз. Мынау індеттен, ауру сырқаудан аман есен шығудың жалғыз жолы, тағы да қайталап айтамыз. Бағана Мыңжылқы мырза айтты, бұл аурудың емі тек қана вакцина деп. Сау болыңыздар. Негенің негізгі сұрақтарын қойған Ерқанат көп жасар, көп жасайық. Ал көп жасау үшін аурудан аман жүру керекпіз.